Қайырлы күн достар, үйден шығып базарға бара жатырмын. Бір жақсысы біздің үй базардың қасында, яғни 5 минуттық жер. Қазір кешкі ас дайындаймын, соған мен тәтті бұрыш алуға бара жатырмын. Сіздерге базардан сәл ғана үзінді. Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге өзімнің жаңа ас үйімде бірге кешкі ас дайындайтын боламыз. Егер сіздерге дәл осындай видео ұнаса, ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Бүгінгі біздің кешкі асымыз менің жолдасымның ең сүйікті асы фарш қосылған тәтті бұрыш дайындайтын боламыз. Ал кеттік, видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеода көргендеріңіздей базардан барып сатып алдым. Шамамен осындай жетті, 300 теңгеге сатып алдым. Бізде келісі 500 теңгеден. Біз семьямызда 4 адамбыз, 2 қызым, жолдасым, мен. Бізге жетеді бір жасағанға. Қазір жақсылап жуып тазалаймыз, және ішіндегі қоспасын бірге дайындаймыз. Негізі бізде оңтүстікте сорпасын бөлек кесеге береді, кейбір жерлерде бірге сорпамен қосып береді. Әр жер әрқалай енді. Начинкасын дайындаймыз. Жуып тазаланған күрішке қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, бетін тарелкемен жауып, кемінде 15-20 минутқа бұқтырып қойып қоямыз. Пиязымызды жақсылап тұрып майда етіп турап аламыз. Маған бір пияз жеткілікті болды. Егер сіздерде семьяларыңызда адам саны көп болса, пиязды көбірек қоссаңыздар да дәмдірек болады. Туралған пиязымызды фаршқа қосамыз. Күрішіміздегі суды төгіп, күрішті де қосамыз. Ендігі кезекте дәміне қарай, өздеріңіз білесіздер әрине, дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Тұзын, бұрышын, және де приправасын бәрін қосып шығыңыздар. Мен тұз қостым, бұрыш қостым, және де лағманға арналған приправаны қосып шықтым. Жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң жуып тазаланған тәтті бұрышымызға начинкамызды саламыз. Сорпасын дайындаймыз. Сұйық майымызға қызып тұрған пиязымызды, картоп сәбізімізді қосып, жақсылап тұрып араластырамыз сарғайғанша. Негізі осы кезде томат қоссаңыздар да, помидор қоссаңыздар да болады, бірақ мен еш нәрсе қоспай, қайнап тұрған сорпаға тәтті бұрышымызды саламын барлығын, және де қақпағын жаппай 5-10 минут қайнатып, астын өте төмен отқа қойып, кемінде 30 минутта бұқтырып пісіріп аламын. Міне осымен біздің кешкі асымыз да дайын болды. Өте дәмді, керемет кешкі ас. Міне достар, біздің кешкі асымыз да дайын болды. Өте дәмді тағам. Қазір дәмін бірге көреміз. Bismillah. Күшті. Өте керемет. Өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Негізі көп адам жасай алады ғой. Но сонда да өте керемет тағам.
Егер сіздерге менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, менің каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Және де осы видео ұнаса, міндетті түрде пікірге өзіңіздің ойыңызды жазып кетіңіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.